Пирог жемейтін балам дәл осы пирогтан түк қалдырған жоқ. Жасалуы өте оңай, таразысыз, тек кесе болса болғаны. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, үстіне бір кесе қант қосамыз, жақсылап миксерлеп, әппақ көпіршік болғанша араластырамыз. Үстіне жарты кесе сұйық май қоямыз. Және мен Мая ферманың сапалы қою айранын пайдаландым. Бір кесе айран қосып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Енді ұнымызды бөліп салып араластырып отырамыз. Үстіне 2 ас қасық какао қосамыз, тағы бір кесе ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай орташа қою масса шығуы керек. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Енді көтеріліп тұрған жоғарғы бетін аламыз. Жарты кесе сүтке 1 шай қасық какао, 3 ас қасық қант қосамыз. Араластырып, осының үстіне құямыз. Алып тастаған бетін қайтадан үгітіп қоямыз. Әсемдік үшін үстіне қант ұнтағын септім. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.